Саусақтарыңызды аямай лайк басып тастаңыздар. Лентаға көбірек шығып, жаңағы тұруға жақсы. Мынау Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымында орысты қолдап әлем алдында масқара болды. Мынау орысты адамдық құқық кеңесінен орысты шегіндіремін деп бүкіл дүние жүзі дауысқа салғанда, орысты солтүстік Корейдің есерсоқ анау семіздің өкілі қолдады. Куба қолдады, баяғыдағы коммунистік Куба қолдады, Иран қолдады, тағы сондай бірнеше сұмырай елдер қолдады, соның қатарында біздің Қазақстан бар екен. Енді екі бетімізбен жер бастық қойынды, масқара енді. Өзінің орысшыл екендігін дәлелдеді. Сөйтіп, не бәрі 7-8 ел орысты Біріккен Ұлттар Ұйымында жаңағы аман сақтап қалайық деді, бірақ 193 па 95 мемлекет орысқа қарсы дауыс беріп, орысты Біріккен Ұлттар Ұйымының адамдық құқық кеңесінен теуіп шығарды. Қазақ масқара болды. Мынау қазақ билігі біз Днепр мен Луганскінің тәуелсіздігін мойындамаймыз деген сөзі ол жалған. Бұның бәрі шоу. Аяқ астынан неге 10 мың орысқа азаматтық береді, неге орыстар Қазақстанға ағылып кіреді, оған Қытайдан қашып келген қазаққа азаматтық бермейді. Қытайдан заңды көшіп келген қазақты қаңқытады, әкеңді атып өлтірген немістен справка алып кел деп қаңқытып жібереді. Ал орыстарға шартсыз азаматтық беріп жатыр. Олар келіп үйлерді сатып алып жатыр. Олар келіп азық-түлікті камаздап тасып әкетіп жатыр. Олар келіп қалалардан үйлерді алып жатыр. Ал қазақ билігі өтіріктен Днепр мен Луганскіні тәуелсіздігін мойындамаймыз дейді. Шын мәнінде оның бәрі шоу. Қазақстан шын мәнінде орыстың қуыршағы, Путиннің жаңағы қолындағы әне бір ажуа сурет жариялады қой, бір кішкентай бір мысық па, иттің суретінде ана Тоқаевтың суреті тұр, әчік көзәйнек тағып алған. Тоқаев кәдімгі Путин бітеп, қалжыраған көзінен қан аққан Путин бітіп Тоқаевты мысық бейнесін ба, ит бейнесіндегі Тоқаевты құшақтау. Қысқасы Қазақстан басы бүтін орыстың боданы болды. Міне кеше менің Тайван International радиодағы сұхбатым жарияланды. Тайван International радио. Бұл енді әлемдегі үлкен радио тораптарының бірі, бүкіл жер шары бойынша таратылады, кәдімгі герцпен радио болып таратылады. Интернетте ол 2 бастан бар. Сол радиоға мен Қазақстан билігінің орысшыл бүкіл қылмыстарын әшкерелеп сұхбатты беріп жатырмын. Кеше соңғысы жарияланды. Алда тағы береміз. Сондан кейін мына осы қазіргі біз тұрған елдің құзырлы мекемелері бірден мына Тайванға жауаптылар, бірден маған қоңырау шалып, ойпырай мынандайды естімеген екенбіз деп менімен сөйлесіп жатыр. Кездесейік деді, мақұл дедім, уақытын келістік. Міне сондықтан мен тағы бір үндеу айтам. Ағылшын Қытай тілін білетін мамандар, ағылшын Қытай тілін білетін мамандар, менің электрондық поштама хабарласыңыздар. Қазақия @gmail.com. Қазақия, қазақ деген Q, Q-A-Z-A-Q-Y-A. Қазақ, я дегеніміз кәдімгі мына I. А дегеніміз А. Айғұлақ дегеніміз анау кішкентай аның құйрығын бейтеп, маймылдың құйрығы құсап айналдырғанды. Жаңағы әт дейміз ғой, соны айғұлақ деп алдық қазақтар. Сол Қазақия @gmail.com. Gmail барлықтарың білет, бүкіл дүние жүзі. Google Mail'дің поштасы gmail.com. Сол Қазақия gmail.com-ға хабарласыңыздар. Ағылшын тілін білетіндер, Қытай тілін білетіндер, француз тілін білетіндер, неміс тілін білетіндер, керек десең, мынау араб тілін білетіндер хабарласыңыздар. Біз дайындаған ақпараттарды аударып, бүкіл дүние жүзілік медиаға жіберіп беріп отырайық. Қазақ билігінің қылмысын ашайық, қазақ халқын құтқарайық. Мынау Қазақстандағы шынай болып жатқан сұмдықтарды әлеуметтік желіде мың жерінен орысша жазып, қазақша жазып байбаламсасаң, оны дүние көрмейді. Оны дүние жүзінің назар аударатын құзырлы мекемелеріне, оның бірінші қол басшыларына мә деп тіке жеткізіп отыратын механизм біздің қолымызда бар дүние жүзіне. Мысалы, 10 мың қазақ отырып Фейсбукте жаңа Қазақстанның Көкшетауынан, Алматыдан, Ақтаудан танкілердің пойызбенен тиеліп, жөткеліп жатқандығын 10 мың қазақ Фейсбукте жазғаныңнан пайда жоқ. Бір қазақ соны ағылшынша аударып,
әлемнің жеткізетін жеріне жеткізсең, сол жаңа 10 мың қазақты ойбай, мына қазақтың танкісін Ресейге беріп жатыр, ойбай, масқара деп 10 мың қазақ саныңды сабалап жылағаннан, жаңағы бір ағылшынша аударып жіберген кішкентай 5 сөйлемнен тұратын ақпарат маңызды. Қазіргі заман жаңағы қара күштің заманы емес, қазақ айтқан білегі жуан бірді жығады, білімі жуан мыңды жығатын заман. Көрдіңіздер міне Секербергтің Фейсбугі, Илон Масктың анау спутник интернеті, Фейсбуктың мына бүкіл соғыстағы көмегі, Гуглдың көмегі, енді оның барлығын айтсаңдар, біз тек оны мына там-тұмдап ақпараттардан жинап барып айтқанымыз. Ал біз білмейтін ақпарат қанша. Илон Маск келгенде мен осы таңертең тұрып, мына бізде түс қой міне. Түс болып келе жатыр, сіздерде қанша уақыт. Мен сол орнымнан тұрып, жаңағы көзімді уқалап, тұрам ба, жатам ба деп. Соңғы кезде ораза кезінде көбірек ұйықтап жүрмін. Адам құса бір 7-8 сағат ұйықтайтын болып жүрмін ара тұра. Әдетте ұйқым өте аз, 4 сағат, кейде 3 сағат ұйықтаймын тәулігіне. Соның ақпаратты қарасам, Илон Маскты Американың әуе күштері батырларша қол соғып қарсы алған бір видео жүрді желіде. Ол неден? Ол Илон Маскты, ол жеке тұлға, жеке бизнесмен, жеке кәсіпкер. Бірақ бұның барлығы неден? Бұның барлығы айналып келгенде, бұл осы әлемдік демократиялық күштерменен әлемдік диктатуралық күштердің сайысы болып жатыр Украинда. Украинда жай орыс пен украин соғысып жатқан жоқ. Бүкіл дүние жүзінің демократиялық еркіндік күштерменен бүкіл дүние жүзінің диктатуралық зұлым күштері сайысып жатыр. Орыстың жақтасы кім? Диктатуралық Иран, фашистік Иран. Орысты жақтап мұнайымды юанға сатамын деп, Орыс пен Қытайдың одағы болған кім? Анау діни фанаттар қасиетті деп білетін Сауди Аравия. Соның патшасы кәдімгі қытайшыл, орысшыл. Анау Салман деген сұмырай баяғыда Қытайда мұсылмандарды қынадай қырып, 3 миллион мұсылман ішінде 500 мыңда 700 мың қазақты Қытайлар концлагерге қамағанда, ол бар Қытайда мұсылмандар ең бақытты деп қайтты. Міне, орыстың қолдаушысы кім? Қазақстан. Неге? Диктатуралық, монархиялық, әділетсіз ел. Орыстың қолдаушысы кім? Солтүстік Корея. Неге? Анау атасы, анау 50 жылдан бергі атасы міне қазір немересі басқарып отыр. Енді шөбересіне, шөпшегіне кеткел отыр. Міне, орыстың досы өңкөй, сол біздің қазақ, анау мынау сияқты өңкөй, сұмырай, сол диктатуралық режимдегі елдер, орыстың досы. Бірақ Саудияң ортада ойнап отыр. Неге? Саудияның, арабтың анау біздің Қазақстанға кеп мешітті салып, біздің Қазақстанға кеп өңкөй мына Боқболаты бар, басқасы бар өңкөй мынау діни секталарды қаржыландырып, соларды талтаңдатып, 4 қатын алғыстып, солардың бәрін қаржыландырып отырған сол Сауди Арабия, сол міне нағыз жаңағы жауыздықтың, зұлымдықтың қайнар көзі болып отырған Орыс пен Қытайдың одағы. Бірақ Сауди Арабияның мұнайын Америка бірақ күнде тасталқан қылам десе тасталқан қылады, бірақ күнде олардың сол Еуропа мен Америкаға тыққан ақшасын орыстық сияқты мұздатам десе мұздатады. Бірақ олар өздерінің мына диктатуралық жүйесін сақтау үшін өздерінше сол батыспен өздерінше ұстасып отыр. Неге? Ындындары, ниеттері солай. Сондықтан мынау адамдар саяси сауатты болу керек. Мен қазақтарға үнемі айтам, Саудияда Мекке бар, Медине бар, қасиетті қала бар деп қазақтардың кейбір діни фанаттары жақсы көреді. Бірақ сол Саудия зұлымдықтың ордасы. Өткенде ғана Стамбулда Қашықшы деген анау Саудияның бүкіл қылмысын ашқан Қашықшы журналисті қалай етін бірден тіліп отырып өлтірді. Стамбулдағы Саудияның елшілігінде. Сондықтан бұл жерде дін деген нәрсе олар үшін алғанда бір саяси құрал ғана. Сіздер ойлап қалмаңыздар, ойбай, Құранды не деген оқиды, бәленбай мешіт салды деп. Бұл сұмырайлар сол дін менен өздерін әдемілеп, әрлеп, сырттарын әрлеп, жаңа әлеуметтік ортада отыра қалып, қырағатын дұрыстап, тәжвидімен әдемілеп тұрып,
A'uzu billahi mineşşeytanirracim degенде біздің фанаттар көздерінен жас ағып еңіреп ойбай мынау патша басымен бір елдің басшысы басымен мынау өстіп бізбен кеп намаз оқыды ғой деп сөйтеді.